Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен баклажанды ролл дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен баклажанымызды жуып, екі шетін кесіп алып, ұзыннан жұқалап кесіп аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін. Жұмыртқаны араластырып дайындап қоямыз. Кескен баклажанымызды ұнға аунатып, кейін жұмыртқаға екі жағында аунатып, панировочный сухариге аунатамыз. Екі жағында мұқият жабысу керек. Барлығын дәл осылай жасаймыз. Дайын баклажанымызды қатарынан противенге салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Біздің баклажандарымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 2 сарымсақты өткізгіштен өткізіп, майонез қосып, кішкене қара бұрыш салып, араластырып қоямыз. Салат жапырақтарын кесіп аламыз видеодағыдай. Енді қиярды соломка қылып турап аламыз. Қызанақты да дәл солай тураймыз соломка етіп. Баклажанымыз 15 минутта пісіп дайын болды. Енді оған начинкасын жағамыз. Салат жапырағын, қияр, қызанағымызды қойып, бір шай қасық ұшымен творожный сыр қосып, дәл осылай ораймыз. Біткен жерін төмен қаратып қоямыз. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз.
Міне керемет баклажанды ролымыз дайын. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!